Сәлем достар, бүгін көптен күткен терияки соусын дайындаймыз. Бізге керекті ингредиенттерді астына жазып кетемін. Қазір алдымен тауық филесін алып, соломкалап турап аламыз. Сковородкамыздың астын жағып, майын қыздырып қоямыз. Жуамызды 4 бөліп, жұқалап турап қоямыз. Сковородкаға филені салып, жақсылап қуырып аламыз. Тауығымыз қуырылғанша теркадан сәбізді өткізіп аламыз. Арасында сковородканы ұмытпай араластырып қоямыз. Бұл үй жағдайындағы өте жеңіл рецепт. Ингредиенттері үйден де, үйге жақын дүкенден де табылады. Енді жуамызды салып қуырып аламыз. Содан сәбізді салып, барлығын жақсылап қуырамыз. Араластырып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Қуырып болған соң 100 мг суды құямыз. Содан соң 150 мг соевый соусымызды құямыз. 3 ас қасық бал саламыз. Жарты шай қасық имбирь. Жарты шай қасық тұз. Және де үйде сарымсақтың приправасы болса, сарымсақты салғанда дұрыс, менде болмай тұр. Барлығын жақсылап араластырып, қақпақтың астында 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Осымен соусымыз дайын. Терияки соусы күрішпен жақсы үйлесімді, сол себепті мен гарнирге күріш алдым. Күрішті видеодағыдай әдемілеп саламыз. Үйде кунжут приправасы болса, соустың үстіне сеуіп беріңіз. Сол кезде әдемі және дәмді болады. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын. Ұнаса комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Подписаться етуді ұмытпаңыздар. Рахмет.